Сәлем, көрілмендер. Мен доктор Ревати Рамасвани, Аполло Секундерабадтан. Бүгін мен сіздермен қазіргі заманға өте маңызды әрі пайдалы ақпаратпен бөліскім келеді. Ол контрацепция. Бүгінде біздің мәдениетіміз батыс елдеріне қатты ұқсап барады. Көптеген тұрмыс құрмаған қыздар жыныстық белсенді, және сіздер білуге тиіс нәрсе, қажетсіз жүктіліктің алдын алу немесе дұрыс контрацепция туралы кеңес алу үшін міндетті түрде гинекологқа жүгініңіздер. Бұл неге соншалықты маңызды? Әрбір қажетсіз жүктілікпен бізге түсіп жасатуға келген сайын, бұл бізге қатты ауыр тиеді. Себебі әрбір түсіп жатырдың ішкі қабатына, яғни эндометрийге зиян келтіруі мүмкін. Кейде сіз болашақтан мүлде бала көтере алмай қалуыңыз мүмкін, яғни бедеулік қаупі бар. Сүттің де өзіне тән асқынулары болады. Сондықтан жүктіліктің алдын алу жолын жоспарлау өте маңызды деп ойламайсыз ба? Қазіргі таңда көптеген әдістер бар, әсіресе қыздар үшін бақылауды өз қолыңызда ұстау өте маңызды. Осындай жағдайда ең тиімді әдіс ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтік таблетка, оны сізге дәрігеріңіз ұсынады. Төтенше жағдайға арналған контрацептив деген де бар. Оны жыныстық қатынастан кейін бірден қабылдайды, бірақ мен оны ұсынбаймын, себебі оның тиімділігі төмен, әрі қан кетудің бұзылуына әкелуі мүмкін. Бүкіл процесс аяқталған соң, жүкті болдыңыз ба, жоқ па, соған сенімсіз болып қаласыз. Сондықтан мен сізге кеңес беремін. Дұрыс контрацепция бойынша міндетті түрде гинеколог дәрігерге жүгініңіз. Барлық жас қыздарға айтарым, өздеріңізді қорғаңыздар.